Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тәтті шайға тәтті муравейниктер жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызға ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң жаңағы массамызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Міне, енді пакетімізге салып, морозильникке қатқанша 1 сағатқа қоямыз. Міне, қойдық. Енді ерітткіштен өткіземіз. 5-8 минуттай 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне, пісті. Енді қолымызбен, оқтаумен жақсылап үгітіп алатын боламыз. Одан соң ыдысымызға саламыз. Және араластырамыз. Бізге осындай сгущенка керек болады. Сгущенкамызды құйып аламыз. Одан соң осындай вареная сгущенкадан да саламыз. Вареная сгущенкадан 2 қасықтай саламыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Үйдегі осындай ыдыстарыңызға салып аласыздар. Одан соң осындай ыдысымызға саламыз. Міне, бізде осындай 4 муравейниктер шықты. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейтін боласыздар. Ал біз пакетімізге вареная сгущенкадан салып, осылай сәндеген болатынбыз. Міне осылай. Міне біздің муравейниктеріміз дайын, шайға тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сәттілік, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ас болсын!